Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осындай трубочки с кремом дайындайтын боламыз. Бұл трубочкаларды сатылымға шығарсаңыз болады, немесе қонақ дастарханға қойсаңыз өте әдемі болып көрінеді. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Ол үшін мұздай салқын суымызға бір жұмыртқаның сарысын және де аздап тұз саламыз. Бір үлкен ас қасық 9% уксусымызды құйып, жақсылап араластырамыз да тоңазытқышқа салып қоямыз. Осы аралықта електен өткізілген ұнымызға салқын сары майымызды салып, қолыңызбен езгілеп, ұнымызбен майымызды біріктіріп аламыз. Яғни крошка дайындайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай крошка дайын болуы қажет. Енді осыған жаңағы салқын суымызды құямыз да барлығын біріктіріп аламыз. Қатты езіп қамыр дайындамаймыз. Ұнымызбен массамызды біріксе болғаны. Оның көмегімен барлығын біріктіріп аламыз да осылай 4 бұрышты формасын келтіріп тоңазытқышқа 2 сағатқа салафанға салып қойып қоямыз. Міндетті түрде 2 сағат тоңазытқышта тұру қажет. Холодильникте 2 сағат тұрғаннан кейін